Хоккейден ұлттық құрамадағы ойыншылардың жаппай көк паспорттан бас тарту себебі белгілі болды. Тура бір айдан кейін Латвияда әлем чемпионаты өтеді және оған Қазақстанда қатысады. Қабылдаушы тарап Ресей мен Беларусь өкілдеріне жұмыс визасын беруден бас тартты. Сөйтсе, біздің құрамада 2 паспортпен жүргендер көп екен. Дереу команданы тазалау жұмыстары басталды. Үшеуі өз еркімен бірден Қазақстан сапында ойнаудан бас тартты. Негізі, керісінше Ресей паспортынан бас тартып, ойнай беруге болатын еді. Жоқ, олар Ресейді таңдады. Бас бапкерде кетті Беларусь маманы Андрей Скабелка командасымен қоса тайып тұрды. Отандық хоккейдің басы қасындағылар амал жоқ орнына өзіміздің Ғалым Мәмбетәлиевті қойды. Амал жоқ. Жоғардағы тізім бұнымен бітпейді. Қазір тағы бірқатар ойыншы ұлттық құрамаға қосылмайды деген ақпарат шығып жатыр. Қысқасы, латыштар болмаса іріген хоккейіміз одан сайын іри береді екен. Енді осыны сылтауратып, құраманы толық тазартып алуымыз керек. Барыс сапындағы және басқа да клубтағы легионерлерді неге құртпасқа? Неге олардың орнына өз балаларымызды алмасқа? Негізі осылай істемесек, бір күні Ресей мен Беларусь қатарына қоса салады. Өйткені біз солардың ойыншылары мен мамандарына көмектесіп жатырмыз. Әлгі кетіп жатқандар үстінен де іс қозғап жіберу керек. Олар бүгінге дейін қалай 2 паспортпен жүрді? Әсіресе теміртаулық Антон Сағадиевке не жоқ? Одан басқа тағы екеуі Қазақстан азаматтығын алып, жеме-жемге келгенде бас тартты. Дәл солай Қазақстанда алған ақшаларынан да бас тартып, кері қайтарсын.